Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміз биологияны оқыту әдістемесі пәнінен болмақ. Биологияны оқыту әдістемесі жалпы бұл пән білесіздер. Жалпы мектептегі мұғалімдікке даярлайтын негізгі пән болып саналады курстағы. Бұл пәннің мақсаты студенттерді болашақ мұғалімдер ретінде әдістемелік білім мен білік және мектепте биологиядан оқу тәжірибелік жұмыстарын жүргізуге дайындық, ұстаздық жұмысқа өз бетімен шығармашылық жағынан дайындау. Жалпы айтқанда ұстаздық жұмысқа дайындау болып саналады. Бұл курстың міндеттері студенттерді оқытудың теориялық негізімен практикалық ережелерімен таныстыру, орта мектепте оқу процесінде оқушыларды оқыту және тәрбиелеу, мұғалімдік шеберлікке үйрету. Студент болашақ мұғалім ретінде мектеп бағдарламасын меңгеру тиіс. Мектеп оқулықтарын оқушыларға берілетін ғылыми ақпараттарды үнемі біліп отыру тиіс. Сонымен қатар сабақ жоспарын қалай құру керек, практикалық жұмыстарды жүргізу, өнеркәсіпте, табиғатта топ серуен өткізе алу, сыныптан тыс жұмыстар, мектеп жанында оқу тәжірибе аймақта алаңында оқушылармен жұмыс жасай білу керек. Сонымен қатар курс студенттерге қойылатын негізгі талаптар бұл жерде курс бойынша жоғары балл алу үшін әрдайым жұмыстану қажет. Жұмысты өз уақытында өткізу, берілген тапсырманы өз уақытында орындау. Себебі баға жалпы семестр бойынша жинақталатын болады бұл жерде. Сабаққа белсенді араласып, тапсырманы өз уақытында орындап, нақты, дұрыс, ұқыпты орындап, толық орындаған жағдайда студентке жоғары баға қойылады. Студент әрбір кредит сағат бойынша жиналған балдарын есептеп жүру қажет болады. Әр сабаққа студент өз жауапкершілікпен қарау міндетті. Енді жалпы кіріспесімен мазмұнымен таныстырып өттім. Енді дәрістерге келетін болсақ, біздің бірінші дәрісіміз биологияны оқыту әдістемесі пәніне жалпы кіріспе. Бұның ішінде нелер кіреді? Биологияны оқыту әдістемесі пәні және бұл пәннің басқа ғылымдармен байланысы. Қандай ғылымдармен байланысы бар, сол жайлы айта кетеміз. Бұл дәрістің мақсаты биологияны оқытудағы әдістеменің орны туралы түсінік беру. Әдістеме педагогикалық ғылым бағыт екендігіне тоқталу. Негізгі ұғымдар ретінде әдістеме, әдіс, тәсілдер айта кетуге болады. Биологияны оқыту әдістемесі мектеп пәндерінің ерекшелігіне байланысты оқыту және тәрбиелеу процесінің жүйесі туралы ғылым. Бұл жүйені білу мұғалімге биологияны оқытуды меңгертеді. Әдістеме педагогикалық ғылым, сондықтан оның мақсаты, міндеті жалпы білім беру мен тәрбиелеуге бағытталған. Биологияны оқыту әдістемесі түрлі әдістерді мұғалімге меңгертудің нәтижесінде оларды оқушыларға нақты биологиялық білім беруге және де осы алған білімдерін өмірде қолдануға үйретеді. Әдістеме пән оқулығының мазмұнының әдістер тәрбиелеу мен оқытудың формаларын қарастырады. Әдістеме биологияны не үшін оқыту керек, қалай оқыту керек және неге тәрбиелеу керек деген сұрақтарға жауап береді. Биологияны оқыту әдістемесінің өзіндік пән ретінде ерекшеленеді. Мұнда нақты объектілер, өсімдіктер, жануарлар, адам, тірі табиғат және оның дамуын қарастырады. Сондықтан сабақты ұйымдастыруға ерекше түрлер, үйге тапсырма, класстан тыс жұмыс және көрнекілік сарамандық жұмыстар қажет болады. Биология курсын оқыту үшін толық дұрыс жабдықталған кабинет, тірі аймақ бұрышы қажет болады. Биология курсын оқыту үшін толық қоршаған ортаны толық білуге, қорғауға, ауыл шаруашылығының ғылыми негізгі жалпы және еңбек гигиенасының рөлін беруге мүмкіндік беріп, өмірге дайындайды. Биологияны оқыту әдістемесіне биологиялық оқытудың жалпы
әдістемесіне және жеке әдістемесі болып екіге бөлінеді. Биологиялық оқытудың жалпы әдістемесі мектептегі биология курсының құрылымдық мазмұнын, жүйесін және оның басқа пәндермен байланысын, биологиялық ұйымдардың дамуын, материалдық бағасының жалпы ұйымдасуын, әдіс-тәсілдерді оқытудың түрлерінің тәсілдер тәрбиелеу жүйесі қарастырылады. Ол жеке әдістеме толық әдістемемен тығыз байланыста жүреді. Биологияны оқыту әдістемесі биология ғылымымен тікелей байланысты. Мектеп биология курсын оқыту үшін мұғаліммен биология теориясын, білімді практикалық дағдыны, табиғатта өсімдіктер мен жануарларды тану және оны анықтай білу, оларды өсіру, эксперимент жүргізе білуді сұрайды. Биология ғылымымен мектептің биология пәнінің мақсаттары түрлі, биология мақсаттары әртүрлі болып келеді. Осы зерттеулер нәтижесінде алынған ғылыми фактілермен жабдықталады. Оқушыларға сол фактілер бойынша жұмыс жүргізілу негізделеді. Биологияны оқыту әдістемесі агрономия, медицина, психология, педагогикамен тығыз байланыста жүреді. Әдістеменің дамуы мұғалімнің жеке тәжірибесінің нәтижесінде алынған әдістемелік нұсқаулар зерттеуінен пайда болады. Әдістемелік проблемаларды шешу алғашқы уақытта шашыраңқы болған жаратылыстың жалпы әдістемесінен жеке әдістемелер бөліп шығып, өзінше дамыған жинақталған материалдарды қорытып, бір жүйеге келтіру нәтижесінде әдістеменің негізін қалайды. Жалпы әдістеме бойынша әдістеме оқушыларды дұрыс оқуға және оқу уақытын үнемдеп пайдалануға мүмкіндік беретін, практикада тексерілетін ғылыми теорияны ұсынады. Әдістеме оқытудың мақсаты тануға және тәрбиелеуге көмектеседі. Мұғалім әдістеме теориясының негізін білмей сабақты жүйелі береді де өте қиын. Осы лекция бойынша, дәріс бойынша өздігінен тексеруге арналған сұрақтар бойынша таныс болыңыздар. Биологияны оқыту әдістемесі қандай ғылым жүйесіне жатады? Және екінші сұрақ, әдістеменің міндеттерін сипаттап бер. Үшінші сұрақ, оқыту әдістемесі қандай ғылым саласымен байланысты? Төртінші сұрақ, биологияны оқыту әдістемесінің алдына қойылған мақсаты. Жалпы осы 4 сұрақты қойдық осы лекция бойынша шолу ретінде. Және осы лекция бойынша әдебиеттерге келетін болсақ, Верзейлин, Корсунская ең негізгі әдебиеттер, общая методика преподавания биологии, сосын Пономарева, общая методика преподавания биологии. Жалпы осы екі әдебиетке тоқталдық. Ресейдің ғалымдары екеуі де. Жалпы сабақ барысында да кейін тағы да сайтқа әдебиеттер салатын боламын. Отандық әдебиеттерді, жалпы шетелдік әдебиеттермен танысатын боласыздар. Екінші дәрісімізге келетін болсақ, биологияны оқыту әдістемесінің пайда болуы мен даму тарихы. Бұл жерде қарастырылатын сұрақтар 18 ғасырдағы жаратылыстануды оқыту әдістемесінің даму тарихы. Сосын 19 ғасырда жаратылыстану оқыту әдістемесінің даму тарихы. Осы екі бағыт бойынша қарастыратын боламыз. Жаратылыстану ғылымын оқытудың негізгі әдістемесінің даму тарихы 18 ғасырдан басталды. Ежелгі Русьтің мектептерінде табиғат туралы пәндер оқытылмады. Мектептерде жаратылыстануды оқыту 18 ғасырдың аяғында енгізілді. Табиғат байлықтарын және экономиканы дамыту үшін мектепке білімді адамдар керек болды. Екінші Екатерина халық училищесінің және жас мұғалімдер семинарында семинариясын 1783 жылы ашты. Халық училищесі мен мұғалімдер семинарында алғаш рет жаратылыстану оқытыла бастады. Осы жаратылыстану оқулық құрастыруға мұғалімдер семинариясында дәріс оқытыла бастады. Жаратылыстанудан басқа оқулық құрастыруға мұғалімдер семинариясының дәріс оқу академик Василий Федорович Зуев осы жалпы 1754-1784 жылдар аралығында өмір сүрген ғалым. Жалпы осы ғалым келді. 1786 жылы
Зуев фамилиясын көрсетпей Ресей империясындағы халық училищелеріне арналған жаратылыстану тарихының сызбалары атты оқулық шығарды. Осы жылдан бастап жаратылыстану оқытудың авторы барлық негізгі әдістемелік міндеттерді шешуге тырысты. Оқулықта Зуев жаратылыстануды оқытудың бірізділігін қалыптастырды. Бірінші қазбалар патшалығы, бұл өлі табиғат, яғни екінші өсімдіктер патшалығы, бұл ботаника, жануарлар патшалығы, бұл зоология. Жалпы осы не бойынша Зуевтің оқулықтарында осылар негізінен көрініс тапты. Зуев пәні ретінде жаратылыстанудың негізін қалады. Жалпы ол жеке өсімдіктерге, жануарларға, олардың биологиясына сипаттама беріп, оларды адамның қолдануы туралы, өсімдіктердің жасушалық құрылымы туралы айтып кеткен. Жаратылыстану тарихын оқытудың практикалық мәселелерін шеше отырып, Зуев әдістемесінің негізгі мәселелерін шешуге тырысты. Ғылым және оқу пәні ғылымилығы, мазмұнының жүйелілігі және бірізділігі, оны берудің тиімділігі, табиғи және бейімделу көрнекіліктерінің орны туралы айта кетті, және оқушылардың білімдерінің мәні, жаратылыстану тарихының білім берудегі практикалық рөлі туралы айтып өткен болатын. Сонымен 18 ғасырдың аяғында академик Василий Федорович Зуев орыстың жаратылыстануды оқытудың әдістемесінің бастамасын қалап, оның негізін салушы болып есептеледі. 19 ғасырдың басында халық ағарту министрлігі және негізгі халық училищелерінің гимназия болып құрылды. Мұғалімдер семинариясының педагогикалық институт болып қайта ұйымдастырылды. Зуевтің ізбасар ретінде Теряев көрнекі құралдар қолдану және мектепте таратуды қамтамасыз ету идеясын ұстазынан алды. Биология ғылымында систематика жалпы бұл жүйелеу, яғни кең тарала бастады. Сондықтан да Линнейдің табиғат жүйесі үлкен назарға ілінді. 19 ғасырдың бірінші жартысындағы ғылыми әдістемелік нұсқаулар оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай келмейтін сипатта болды. Оқушылар үйінде оқулық мәтінін механикалық түрде жаттап алып жүрді. Мектеп оқушыларының университет оқулықтарынан айырмашылығы болған жоқ. Жаратылыстануды ойлау қабілетін және таным тәрбиелеу туралы терең ойлар айтқан нақты ботаник профессор бұл Бекетов болды. Ол бірден догматикалық оқытуға қарсы шықты. Ол дедуктивті оқыту оқушылардың жайын білім мен қорытындылармен қамтамасыз етеді. Бірақ ойлау әрекетін дамытпайды, тек есте сақтау қабілеті ғана жұмыс атқарады деді. Бұл жаратылыстанудың білім берушілік мәнін төмендетеді деді. Өзінің гимназияларда жаратылыстану тарихын оқытуда ойлаудың индуктивті әдісінің мазмұны атты мақаласында, бұл журнал 1963 жылы 12 санында МНП журналынан шыққан екен. Бекетов оқу материалының орналасуына сабақ өткізу барысында өзіндік ойлаудың және танымдық дамуының өз көзқарасын білдірді. Бекетов құнды әдістемелік қағиданы ұсынып, яғни оқушыларды өз беттерімен оқып үйрету мақсатты түрде болу керек деп айтқан болатын. Ең алдымен бақылап және салыстырып үйрену керек. Яғни жаратылыстану тарихы бақылау мен салыстыруға, ең көп мәліметтерге толы екенін ешкім қарсылық білдірмейді. Бақылау оңай ғылым емес. Жалпы затты бақылап, қарап, бірақ та оның негізгі қасиетін таба алмауымыз мүмкін. Сондықтан да терең және жан-жақты бақылау жүргізу үшін тәжірибелі бақылаушының жетекшілігімен ұзақ уақыт жаттығу керек деп Бекетов өзі кесіп айтқан болатын. Сонымен Бекетов әдістемесінің негізгі мәселелерін алға қойды. Ағзаның физиологиясы мен анатомиясы, морфологиясы, синтезделетін өз бетімен ойлауды тәрбиелеу, өз бетімен жұмыстарға жетекшілік етуді дамыта отырып, бақылау мектеп пәнінің
жаңағы өзіндік құрылымдарын алға қойған болатын мақсат ретінде. Бекетов индуктивті әдісінің маңызы әдістемелік ізденісінің бастамасын берді. Кейін зерттеушілік әдістемесінің қазіргі жаңа уақытта сабақтың проблемалық құрылымының негізін қалады. Бұл мәселелер білім беру тәрбиелеу әдістерінің маңызының жаңа мәселелерін көтерді. Жаңа ерекше педагогикалық ғылым жаратылыстанудың әдістемесін құруды қажет етті. Ең алғашқы жаратылыстанудың әдістемесін 40-40 жылдары Германияда мұғалім Август Любен жазып шығарды. Оның принциптері Бекетов және басқа да алдыңғы қатарлы педагогтардың идеясымен сәйкес келді. Август Любен аяқтаған чех педагогы Каменский сияқты жаратылыстанудың оқыту қарапайымнан күрделіге, белгіліден белгісізге қарай жүру керек, яғни индуктивті жолмен болу керек деп айтқан болатын. Өзінің әдістемесінде келесілерге ерекше назар аударуды көрсетті. Өсімдік формаларының алуан түрлілігін тану, осы алуан түрліліктің негізінде біртұтасты тану. Өсімдіктердің тіршілік әрекетін тану, өсімдік формаларының алуан түрлілігі мен тіршілігін тудыратын күш пен заттарды тану. Август Любен жаратылыс тарихы салыстыруға негізделген. Басқаша біз белгілі бір жаратылыс туындысымен танысқанда алдымен оған ұқсас нәрселермен салыстыру арқылы танысамыз. Жалпы осы туралы жаздым. Бірақ Любеннің осы айтқан күнде әдістемелік пікірі өзінің оқулығы мен мазмұнына сай келмеді. Оқулығында өте кең көлемде өсімдіктерді морфологиялық белгілері бойынша сипаттаған 990 өсімдік, 136 тұқымда сипатталған. Жаратылыстануды оқытудың ғылым әдістемесінің бастамасы Александр Яковлевич Герттан бастады. 1866 жылы мұғалім журналында жаратылыстану ғылымдарын оқытудың әдістері атты жас мұғалім Герданың мақаласы шықты. Оның пікірі бойынша оқытудың мазмұны қазіргі ғылыми деңгейге сай болу керек және ғылыми дүниетанымды тәрбиелеу керек деп айтқан болатын. Бұл Герт Дарвиннің Ресейдегі алғашқы ізбасарының бірі болды. Мектеп курсындағы зоологияны дарвинизм негізінде қарастырды және мектептегі оқу жоспарында курстарды келесідей бөлінуін ұсынды. Биорганикалық әлем, бұл яғни өлі табиғат, өсімдіктер әлемі, жануарлар әлемі, адам, жер тарихы. Бұл осындай бірізділік әдістемелік жағынан әрі мазмұны бойынша дұрыс болды және балалардың жас ерекшеліктеріне сай келді. Герт жалпы әдістеменің курсын жазған жоқ, бірақ та ол қатаң әдістемелік жүйемен құрылған дарвиндік материалистік идеяға негізделген оқушылардың дүниетанымының және тірі табиғаттың объектілерімен мектепте, үйде, экскурсияда өз беттерімен жұмыс жасау білігін дамытуға бағытталған бай шығармалар жазды. Ал профессор Руле ғылымда ағзалардың қоршаған ортаға күрделі қарым-қатынастар туралы түрлердің өзгеруі түр мәліметтеріне басты мақсат қойды. Ол бірден биология ғылымының жүйелеу мен морфологиясына сыни қарады. Жалпы оқулықта Ламарк пен Дарвиннің ілімдері келтірілген. Биологияның мазмұнының бұлай ашылуы 19 ғасырдың аяғында жаратылыстануды оқытудың әдістемесіне материалистік бағытта Дарвиннің эволюциялық ілімінің туып келе жатқанын көрсетті. Және осы дәрісіміз бойынша негізгі сұрақтар, қысқаша сұрақтар өзіңізді тексеруге арналған. 18 ғасырда жаратылыстанудың даму тарихы, 19 ғасырдағы жаратылыстанудың даму тарихы, профессор Зуевтың жаратылыстанудың дамуына қосқан үлесі, Теряев айтқан Любен ғылымының
дамуындағы ғылымның дамуындағы қосқан үлестері туралы айтылды.